Сәлем баршаңа, барша менің барлық достарым, барлық жазушыларым, баршаңызға сәттілік. Мен Гүлжайнар, мен сіздерге бүгін адамның 12 мүшесінің ішіндегі өте бір көңіл аударатын, адамның организмінде сондай жасайтын жұмысы ерекше біздің бауырымыз жөнінде сіздерге ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ежелгі Грецияда бауыр жүрекке қарағанда құнды орган ретінде танылған екен. Қазіргі уақыттағы қайғылы статистикаға сүйенетін болсақ, әрбір екінші адам бауыр ауруымен ауырады екен. Әрбір төртінші адам майлы бауырдан зардап шегеді екен. Бауыр ағзадағы қалпына келтіру қабілеті бар жалғыз мүше. Табиғат бауырда ауырсыну рецепторларын болмайтындай етіп жаратқан, өйткені ол қатты ауырса да біз ешқашанда бауырымыздың ауырғанын сезбейді екенбіз, білінбейді екен да. Бауырға не зиян әсер етеді? Бауырға қазіргі таңда 400 миллионға жуық адам В гепатиті вирусын жұқтырған екен. 200 миллионға жуық адам С гепатит вирусын жұқтырған екен. Тамақтану мен зат алмасу процесінің бұзылуы да бауырға қатты әсер етеді екен. Дәрі-дәрмектерді қабылдау, дәрілік препараттардың жанама әсерлері гепатиттің 40%-ын тудырады екен. 40 жастан асқан адамдарда гепатиттің 40%-ын жұқтырса, және жедел бауыр жеткіліксіздігінің 25%-ын жұқтырады екен. Енді қазіргі кезде осы менің каналым негізінде денсаулық туралы, денсаулық жөніндегі ақпараттармен бөлісіп келе жатырмын. Осы каналым ашылған уақыттан бері адам өзінің денсаулығын күту керек, өзінің денсаулығына қатты мән беру керек та. Біздің адамның ағзасы өте бір-бірімен байланысты екен. Сол адамның бойындағы бір органы зақымданып, бір органы уже не қылатын болса, шаршап, уже ауыратын болса, ол біздің барлық органдарымызға әсер етеді екен. Енді ең алдымен адам дұрыс тамақтануды өзінің алдына мақсат етіп қою керек екен да. Ал қазіргі таңда өкінішке орай дүкен сөрелерінде тұрған тағамдардың ешқандай да адамның денсаулығына беретін пайдасы жоқ. Ол тағамдардан біздің клеткамыз бойына қажетті дәруменді ала алмайды. Барлық дүкен сөрелеріндегі тағамдар, сусындар, олардың барлығы жасандылық химиялық қоспалар қосылған өте зиянды тағамдар. Ал енді қазіргі таңда, бірақ қарап отырсақ, қазір ақпараттың заманы дейміз да, 21 ғасыр ақпараттың ғасыры. Кім ақпаратты толықтай түсініп, кім ақпаратты меңгеретін болса, әлем сол адамның қолында болады екен. Енді біздің қазақстандық компания биыл 3 жыл болады осы дұрыс тамақтануды бізге халыққа үйретіп келе жатыр да. Біздің компанияда өте табиғи, адамның ағзасына беретін пайдасы орасан зор, керемет, саумал және сұлы өнімдері бар да. Енді мен мінекей біріншіден көрсететін болсам, біздің компанияда мынадай активатет деген таза сұлының өзі бар да. Бұл сұлы адамның ағзасын сыпырғыш тәрізді тазалайды екен. Ертеде біздің аталарымыз, және бұл сұлы адамға энергия береді. Ертеде біздің аталарымыз бәйгеге қосқан жылқы малдарын осы сұлымен баптаған екен. Мінекей бұл дүкен сөрелеріндегі сұлыдан ерекше сортты сұлы, өңделген сұлыда атының өзі айтып тұрғандай активированный пористый овес дейміз, белсендірілген кеуекті сұлы. Мінекей мен ашып көрсететін болсам, мынадай кәдімгі үлпілдек сұлы да, кеуекті сұлы. Бұл
біздің сұлының ерекшелігі біріншіден қайнатып пісірудің қажеті жоқ, дайындауға көп уақыт кетпейді. Мінекей өзінің ішінде өзінің өлшемдік қасығы бар, арнайы 7 граммдық та, мінекей мынадай қасығы бар. Осы қасықпен мынадай бір қасық қана мөлшері бір адамның бір күндік мынау тамағы, ағзасының қорегі. Мінекей жылы суға саласыздар да, осы бір қасықты көбірек тұрса, неғұрлым мынау бір қасықтың өзі жарты кесе, кішкентай кесемен немесе кішкентай чашкамен жарты кесе сізге тамақ болады. Бұл сол қайнаған жылы су керек. Бұл біздің сұлылар дайындауға. Қайнаған жылы судың ішінде өзінің бойындағы барлық құнды дәрумендерін сақтай отырып, дайын болатын ерекше белсендірілген мықты тамақ, табиғи сұлы деп айта аламыз да. Бұл сұлының өндірушілері біздің өзіміздің отандық ғалымдар. Қазақ Тағамтану Академиясының ішінде жұмыс жасайтын біздің ғалымдарымыз қазіргі таңда адамның денсаулығына пайдасы өте мықты, беретін пайдасы орасан зор, осындай тамаша табиғи өнімдерді ұсынып жатыр. Бұл сұлының құрамында біріншіден адамның бойындағы зат алмасу процесін реттейтін кремний деген макроэлементке өте бай. Кремний бізге не үшін керек? Кремний біздің ағзамызға пайдалы дәрумендерді кіргізеді екен біздің клеткамызға да. Мен ылғи да айтып отырам ғой, мына өзге компаниялардағы өнімдерді пайдаланған кезде сіз жақсы бір әсер алғандай боласыз да, бірақ ол сіздің клеткаңыздың ішіне кіре алмайды екен. Біздің клеткамыз өте жіңішке екен. Мына адамның шашы қандай жіңішке болатын болса, осы біздің шашымыздан 10 есе өте нәзік екен. Сонда қараңыз, біздің ағзамызға пайдалы дәрумендерді тасымалдаушы болып табылады осы біздің сұлыларымыз. Сол сұлының құрамындағы кремний біздің сұлы өнімдеріміздің құрамында өте көп та. Бізде сұлының бірнеше түрлері бар. Мынадай перфекті деген иммуномодуляторымыз бар. Бізде эликсир деген тіршілік сусынымыз бар да. Тіршілік сусыны дейміз да, эликсир долголетия, эликсир бессмертия дейміз да. Мінекей адамның өмірін ұзартатын, адамның денсаулығын жақсартатын, адамға ерекше көңіл күй сыйлайтын, адамға энергия сыйлайтын біздің күннің шуағы Sunlight Corporate компаниясында осындай табиғи өнімдеріміз бар. Бұл енді сұлыны не үшін мен айтып отырмын сіздерге бөліп жарып, өйткені адамның бойындағы ауру неден пайда болады? Ол сіздің ағзаңыздың ластанғандығынан пайда болады, қан тамырларының ластануынан пайда болады. Сол біздің ішкі құрылысымызды тазалайтын, біздің барлық қан тамырымызды тазалайтын, бізге ерекше көңіл күй сыйлайтын осындай біздің компанияда керемет табиғи таза сұлы өнімдеріміз бар. Дүкен сөрелеріндегі сұлыларды сіздер қайнатып пісірмесеңіздер, оны пайдалана алмайсыздар. Жыл суға салып қойсаңыздар, ол сұлылар ашылмайды ғой, ашылмайды. Ал қайнатып пісірген кезде бойындағы бүкіл дәрумендердің барлығы жойылып кетеді екен. Ал біздің мінекей осындай белсендірілген кеуекті сұлы өніміміз біздің ағзамызды табиғи жолмен тазалайды. Біздің өнімдердің ең алғашқы беретін нәтижесі ішкен күннен бастап өздеріңіз байқай бастайсыздар. Сіз бүгін іштіңіз ба, ертең сізде уже көзіңіз жарқырап, сізде энергия пайда болады. Сіз шаршамайтын боласыз. Маған осы 3 жыл уақыттың ішінде қанша адамға мен ұсынып келе жатырмын, ұсынамын да, ұсына беремін да осы табиғи өнімдерді. Өйткені бұл өнімдер әр адамның денсаулығы, әр отбасында, әр үйдің дастарханында біздің саумал сұлы өнімдеріміз тұратын болса, ол үйде әрқашанда бақыт болады деген сөз. Ол үйде әрқашанда байлық болады деген сөз. Сондықтан да осындай біздің ғалымдарымыздың тамаша еңбектері 20 жылдан астам уақыт дәлелдеп зерттеген мықты тамаша өнімдерін сіздерге баршаңызға мен пайдалануға кеңес беремін. Бұл қазіргі кезде нарықта бәсекелестікке төтеп беріп тұрған, өзге
Европаның компанияларының өнімдерін басып озып тұрған, сапасы өте жоғары, нарықта ойып орнын алған, өзінің клиенттерін, өзінің пайдаланатын адамдарын өзінің қасына тарта білген осындай қазіргі таңда біздің қолымызда керемет саумал және сұлы өнімдері бар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Мен алдағы уақытта әлі өте пайдалы, өте қызық, өте денсаулықтарыңызға беретін пайдасы зор, тамаша ақпараттармен бөлісетін боламын. Көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін.